Қайырлы күн баршаңызға. Мен мүлдем енді печенье сатып алмайтын болдым. Апельсиннен жасалатын жаңағы печенье дайындаймыз. Ол үшін ұнымызға крахмал, одан кейін қанты ұнтақ, ванилин, разрыхитель, ұнымызға барлығын қосып, бәрін біріктіріп аламыз осылайынан. Барлығын осылайынан біріктіріп аламыз. Одан кейін барып жұмыртқамызды, майымызды және апельсиннің қабығы, мына жерде еще мен кішкене сығып алдым жаңағы апельсинді согын ше. Сол барлығын қосатын боламыз. Сұйық заттарды бәрін бірге қосып, май барлығын біркелкі болғанша нан қылып елейміз. Қамырымызды елейміз. Бұл андай песочный болып шығады. Бұл қамыр андай не болмайды, біріккен кезде бүйтіп тексереміз қамырды. Қазір өздеріңіз көресіздер. Міне осылайынан елену керек. Осындай болады міне. Біріктірген кезде осылай қолыңыздарыңызбен біріктіріп көресіздер ғой. Тестаның консистенциясы осылай болу керек. Одан кейін барлығын қолымызбен мыжып, одан кейін домалап форма келтіріп аламыз. Осылайынан форма келтіріп аламыз. Басқа да форма келтірсеңіздер болады. Өздеріңіздің қалауларыңызша өте күшті дәмді болып шығады, дайындап көріңіздер. Осылайынан барлығын домалақ қылып, протеинімізге қойып аламыз. 180 градуста 15-20 минутқа пісіріп аламыз. Міне дайын болды. Андай өте жұмсақ болады осындай міне. Видеодағындай және үгітіліп тұратын печеньеміз болады. Мен мүлдем қазір печенье сата алмайтын болдым. Осыдан кейін өзімнің қолымнан барлығын пісіретін болдым. Өте дәмді болып шығады. Барлығын осылайынан тарелкамызға саламыз. Салғаннан кейін барып, бетінен қанты ұнтақ сеуіп әдемілесеңіздер болады. Шоколадпен де жасауларыңызға болады, қалауларыңызша. Неше түрлі жаңағы безендірсеңіздер де болады. Столға қойғанға қонақтарыңыз келгенде әдемілеп қойсаңыздар болады. Дайын болды, ас болсын.